Сәлем қыздар, менің есімім Дана Мырзакулова. Бүгін сіздермен шоколадты пирог жасаймыз. Ол үшін бізге қажетті өнімдер: закрома 82,5%, комтал температура, 2-3 сағат алдын ала шығарып аласыздар. Міндетті түрде весы, какао Малайзия, арнайы пакетте сатылады. Мен просто осылай құтыға салып қоям, өзіме удобно болу үшін. Міне какао Малайзия. Разлихитель кәдімгі обычный 150 теңгелік, сырты қызыл, соны да қолдансаңыздар болады. Мен көп жасайтын болғандықтан осылай 1-2 килограмм қылып алып қоямын. Бұның да годнусы бар, сондықтан егер аз жасайтын болсаңыздар, обычный пакетикте 15 граммдығын алыңыздар. Одан кейін сүт, любой сүт бола береді, 2,5, 1,5-тік, және де 10 граммы қазір қосамыз. Оның барлығын рецепттің астына жазып қоятын боламын. Ванилин дәмін келтіру мақсатында. Именно осы ванилин ұнайды маған. Бағасы 1400 теңге ме тұрады. Иісі күшті, осыны алыңыздар. Бір 10-20 теңгелік ванилиндер де бар, обычный кішкентай пакетиктегі. Оның дәміне қарағанда мынаның дәмі енді суперский. Мен сіздерге прям советую. Одан кейін шекер. Және де қарапайым миксермен де қолдансаңыздар болады. Мен қазір келбетпен қолданамын. Үйде кәдімгі қарапайым миксермен қолданып жасасаңыздар да бұл рецепт сіздерде шығады. Ал ендеше кеттік. 2 жұмыртқаны сіздерге айтуды есімнен шығарып кетіппін. 2 жұмыртқаны қосамыз. Мына бірінші, екінші. Және осыған 200 грамм шекер қосамыз. Весілді аламыз. 200 грамм шекер. Ортаға қарай қояйын. Тарені басамыз, міндетті түрде 0 болу үшін. Енді 200-ге қосып миксермен араластырамыз. Бір 5 минуттай араластырамыз. Сол жеткілікті. Закрома 82,5%, комтал температура. Міндетті түрде 2-3 сағат алдын ала шығарасыздар. Біз тек қана жұмыртқаны шекерді осылай аппақ көбік болғанша жақсылап бір 3-4 минуттай араластырасыздар. Енді осыған закроманы қосып, тағы да 3-4 минуттай араластырамыз. Бұл кезде 1-2 минут қана араластырып қалмаңыздар, себебі дәмінде кашаның дәмі шығып қалады. Одан кейін піскен кезде де жұмсақ болмай қалады. Сондықтан жұмыртқа мен шекерді қалай жақсылап араластырасыздар, закроманы қосқан сонда тура солай 3-4 минут жақсылап араластырасыздар. Қосқан соң осылай аппақ, как крем сияқты болып шығады. Все, бұл дайын деген сөз. Енді бұған біз ұннан 350 грамм өлшеп алдым. Какао 50 грамм қосамыз. Какао Малайзия қосамыз. Рахатский какаоны да қоссаңыздар болады. Бірақ мен рахатский какаоны не советую, не үшін. Малайзияны қосатын болсаңыздар, как ішіне шоколад қосқан сияқты дәм береді. Вкусы зор болады. 50 грамм қосам мұны. Бір шетке қосам, қазір егер асып кететін болса, ол жерден алғанға оңай болады. 50 грамм. Одан кейін разлихитель қосам, 11-12 граммдай. Және ванилин қосам. Какаоны қараңыздар, 50 грамм болды. Мына жаққа жақындатып. Мына какао 50 грамм болды. Осы кезде басқа ыдысты алмай, тария дегенді басасыздар. Все. Енді разлихительден 11-12 грамм қосам. Бір пачкалықты алатын болсаңыздар, ол жерде 15-17 грамм болады. Олай барлығын қосып самаңыздар, себебі қышқыл дәм беріп қалады. 11-12 граммнан асырмаңыздар. Одан кейін қайттан тарияны басам, яғни 0-ге ванилиннен дәмін келтіру үшін осылай біраз қасықты қосам. Яғни 10 грамм шықты. Все, осы құрғақ өнімдердің барлығын жақсылап араластырамын. Осы қоспаға қалай қосамын қазір? Бірден барлығын қосып тастамайын, жартысын қосам, араластырам, одан кейін тағы да жартысын қосам. Не себепті үйтемін? Егер барлығын бірден қосып тастайтын болсам, бір шеті араласады, бір шеті араласпай қалады. Сондықтан осылайынан жарты-жартыға бөліп қосам. Міне. Құрғақ болып кетеді, одан қорықпаңыздар, себебі бізде ең соңында 250 грамм сүт қосамыз. Все, осыны бір араластырамыз. Одан кейін мынаусын қосамыз. Ұнымызды қосқан соң осылай құп-құрғақ болып қалады. Бұдан қорықпаңыздар. Міне, қазір сүтті қосамыз. Все, сонымен бір араластырып жүрсек, біздің тестамыз дайын деген сөз. Бір 2-3 минуттай араластырамыз.
Шоколадты пирогымыз дайын болды. Енді осындай кольцоға, домалағына, өздеріңіз жүрек, әртүрлісі болады, үлкейеді, кішірейеді. Осыған қойсаңыздар болады. Астына фольга төсеңіздер де болады, егер шығып кетеді ау деген жағдайда. Немесе осылай мен сияқты тефлоновая бумага төсеңіздер болады. Алып, енді осыған осын полный құйып шығамыз. Екіге бөлсеңіздер де болады. Торт жасап жүрсеңіздер де болады. Бұдан трайфл жасауға болады, кей-попс жасауға болады. Оның барлығын мен сіздерге келесі видеода көрсетемін. Осы бір тестадан 2-3 сат жасаймыз. Осылай үстін тегістеп шығамыз. Кішкене қалыңдау болып кетті. Мен ойлап тұрғаным бұны ашып, тағы жайып жерсем ба деп ойлап жатырмын. Қазір көресіз. Сол кезде кішкене көбірек шығады. Қонақтарға да көп жетеді. Төгіліп кетеді деп қорықпаңыздар, себебі тестамыз кішкене қоюлау. Міне, аласыздар, кішкене жайып осы подлистпен бірге қыласыздар. Бізде қазақтар барынша молынан қылғысы келеді, барлығына жетсін. Осыдан қазір трайфл жасаймыз, әртүрлі кей-попстар жасаймыз. Міне, полный осыған жайып, духовкамызға 180 градусқа 20-25 минутқа саламыз. Шоколадты пирогымыз 20-25 минутта духовкада тұрды. Осы кезде пропитка жасасаңыздар да болады, яғни шекермен, сумен. Бірақ пропитка жасамай-ақ жұп-жұмсақ болып шықты. Қараңыздар, жұп-жұмсақ. Мен пропитка жасамаймын. Дәл осылайынан кесіп, торттардың қасына немесе бетіне глазур жасасаңыздар да болады. Мен трайфл жасайтын болғандықтан бұның бетіне глазур жасамаймын. Қыздар, міне жұп-жұмсақ шоколадты пирогымыз дайын. Отбасыларыңызды осындай тәттілермен қуантып жүріңіздер. Қыздар, мен сіздерден лайкты не үшін сұрайды деп ойлап жатқан шығарсыздар. Бір-бірімізге қолдау, мотивация беру мақсатында. Яғни, егер бұл видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде лайк басып қолдап қойыңыздар. Себебі маған ол мотивация болады. Келесі видеоларға больше шабыттанып, сіздерге одан ары тегін видеоларды түсіре беруге шабыт болады. Сондықтан осылай отбасыларыңызды тәтті дәмділермен қуантып жүре беріңіздер. Баршаларыңызға сәттілік тілеймін. Одан бөлек живой мастер-классқа да қатыссаңыздар болады. Менде онлайннан бөлек живой мастер-класстар да бар. Яғни бір күнде қаншама нәрселерді үйреніп, заказ қабылдап, ары қарай өздеріңіз де дамып, сіздерге полный от-үйді мастер-класста живойда барлық құпияларын да бөлісетін боламын. Бірақ тегіннің өзінде мен сіздерге ашып от-үйді барлығын айтып жатырмын.